Ер адамға сырға таққан дұрыс па? Сырға деген қыз-келіншектердің әшекей бұйым екенін жақсы білеміз, бірақ кей кездерде сырға таққан ер адамды көрсең, жан дүниең түршігеді. Рас, қазіргі таңда көбіне сырғаны сол құлағына тағып жүргендер музыканттар, суретшілер және әртістер. Бір сөзбен айтқанда өнер адамдары қолданады. Ал оң құлағына тағылған сырға ер адам деп айтуға да ыңғайсыздық туғызады. Тарих беттеріне үңілсек, ертеде сырғаны моряктар сол құлақтарына таққан. Оның мәнісі үлкен сапар үстінде жол болады деп ырымдаған. Ал теңіз қарақшылары мен сығандардың сырға тағуына келетін болсақ, ол біріншіден сәттілік әкеледі десе, екіншіден оның қоғамдағы орнын көрсетеді. Оның байлығы көбейген сайын сырғасы да қымбатқа түседі. Қиын қыстау жағдайда өмірін сатып алу үшін берсе және қаза тапса, оның ақыреті болып табылады. Қарақшылар заңы бойынша өлгеннің сырғасын сатып, оны ақырғы сапарына жұмсауға жібереді. Қазақ қоғамында ер балаға сырға тағу рәсімі болған. Егер ер бала әулетінде жалғыз тұяқ болса, онда оның сол құлағына сырға салған. Сырғалы баланы жасақ қатарына алмаған, ауыр жұмыстарға салмаған. Егер соғысқа бара қалған жағдайда, дала заңы бойынша жаулары да сырғасын көрсе өлтірмеген. Сырғалы баланы тез үйлендіруге тырысқан, ұрпағын жалғастыру үшін. Сырғалы ердің жұбайы дүниеге ер бала келгенде, сол кезде сырғасын шешкен. Міне, бұл дала заңдарының бір бейнесі болып табылады. Әшекей бұйымдардың тылсым құпия сырлары кітабынан үзінді. Авторы Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.